Hello students, сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз ағылшын тілінен 3-ші сыныпқа арналған 90-дық жиынтық бағалау сұрақтарын талқылайтын боламыз. Сұрақтарды бастамас бұрын конкурс өтетінін хабарлаймын. Конкурстың басты жүлдесі 3 оқушыға 2-ші 90-ның тыржыбысын тегін орындап беремін. Егер 90-дық бағалаудан 5-тік баға алғың келсе, төмендегі 4 шартты орындауың керек. Бұл сен үшін өте оңай деп ойлаймын. Бар болғаны, бірінші арнаға жазылған болуың керек. Екінші, видеоға лайк басылуы керек. Үшінші, WhatsApp'та 3 досыңмен бөлісуің керек. Төртінші, осы видеоның астына коммент қалдыруың керек. Төртіншісі, ең маңыздысы, яғни сен қаншалықты көп коммент қалдырсаң, соншалықты тыржыбыны ұтып алу мүмкіндігің де жоғарылайды. Сонымен, конкурс жеңімпаздары U2Gift сайты арқылы 1 желтоқсанда анықталады. Барлықтарыңа сәттілік. Tasks for the summative assessment for term first. Task 1. Listen and write T if the sentence is true and F if the sentence is false. You will listen twice. Яғни, төмендегі текстті оқып, мына сөйлемдердің дұрыс не дұрыс еместігін анықтау қажет. Өздерің білетіндей, true дұрыс, false дұрыс емес. Бірінші сөйлем. The girl can see rainbows in the sky during the day. Қыз күндіз аспаннан кемпірқосақты көре алады. Бұл true, дұрыс. Өйткені тексттегі мына сөйлеммен бірдей сәйкес келіп тұр. Екінші сөйлем. The girl likes to watch the stars during the day. Текстке қарамай-ақ сөйлемнің дұрыс еместігін білесіңдер. Себебі күндіз аспаннан жұлдыздар көрінбейді. Үшінші сөйлем. The girl can see bats and fireflies at night. Текстте де дәл осылай жазылған. Төртінші сөйлем. The girl thinks bats are beautiful. Қыз жарғанаттарды әдемі санайды. Бұл false, дұрыс емес. Өйткені текстте басқаша, керісінше, қыздың олардан қорқатыны туралы айтылған. Келесі, екінші тапсырма. Task 2. Read the text and answer the questions. Төмендегі мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші сұрақ. What is the source of natural light? Табиғи жарық көзі деп нені айтуға болады? Жауабы. The sun is a source of natural light. Күн табиғи жарық көзі. Мына сөйлемді сұрақтың жауабы етіп мұнда жазасыңдар. Екінші. Why do we need the sun? Бізге күн не үшін керек? We need the sun to live and be happy. Біздің өмір сүруімізге және бақытты болуымызға күннің әсері зор. Үшінші сұрақ. When does the moon help us to see? Ай бізге қашан көмектеседі? The moon help us to see at night. Ай бізге түнде көре алуға жәрдемдеседі. Төртінші. Why we can see at the night? Түнде біз қалай көре аламыз? We can see at night because the moon reflects light. Үшінші тапсырма. Task 3. Choose one animal, write 4 sentences about the animal. Use the words in the table to help. Төмендегі мұна 3 жануардың бірін таңдап, сипаттама жасау қажет. Қазір мұна кестедегі сөздерді пайдаланып сөйлем құрастырамыз. Ал енді жануарды таңдайық. Мен пілді таңдадым. Ағылшынша
Elephant. Name the animal. This is an elephant. Бұл піл. Төртінші тапсырма. Task 4. Look at the pictures and choose one. Tell about the animal you like. Answer the questions. Мына 4 суреттің бірін таңдап, төмендегі сұрақтарға жауап беру қажет. Мен мына суретті таңдадым. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Оқушылар, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар. Goodbye.